Сәлем барлықтарыңызға. Бұл сабақта үздік IT ұстаз турнирі наурыз айында болған. Негізгі кезеңнің есептерін шығаруды жалғастырамыз. Мына А басты есептерін шығарып, Д мен Е қалып еді, Д есебін шығарайық. Ерекше жұп деген есеп. Мына жарты секунд уақыт беріледі екен, 50 мегабайт жады беріледі екен. Ұзындығы n массивтің ішінен ерекше жұптардың санын табыңыз. Ерекше жұптардың қосындысы 2-нің дәрежесі болуы тиіс дейді. Егер жауап өте үлкен сан болса, 10-ның 9 дәрежесі плюс 7-ге бөлгендегі қалдығын шығарыңыз дейді. Сондай модпен шығару керек екен. Input бірінші жолда массив ұзындығы беріледі, ол миллионға дейін болады екен, бірден миллионға дейін. Келесі жолда сол мәндердің өздері беріледі, 2-нің 20-шы дәрежесіне дейінгі бүтін сан болады екен. 2-нің 20-шы дәрежесі. 2-нің ол миллионнан аздап артатын сан екен. Миллионға дейін болып тұр сонда мынауда. Бүтін сан шығару керек. Жауапқа мына жерде берілген сандар қандай сандар екен айтылмаған, бірақ енді оларды натурал сан деп есептеп шығарып көре береміз. Мысалдар үшін бал берілмейді екен. Мына мысалдар орындалып жатып, жауаптары дұрыс шығып жатса, өзіңіз тексерген кезде, бірақ оларға бал берілмейді екен. 10-ға дейін болса 10 бал, 100-ге дейін тағы да 10 бал, 1000-ға дейін болса 20 бал, 10.000-ға дейін 15 бал, 100.000-ға дейін 20 бал. Басқа жағдайлар үшін миллионға дейін барлығында жұмыс істеп тұратын болса, тағы 25 бал, барлығы 100 бал болады екен. Мына жерде мысалдарға қарайық. 5 сан, 1, 2, 3, 4, 5 сізге ерекше жұп болатын сандар. 1 мен 3 ерекше жұп бола алады. Бір жұп болды, тағы да 3 пен 5 де бола алады. 8 болады қосындысы. 2-нің кубы болады екен. 2 ғана бар, басқалары болмайды. Мына жерде қалай болады? 1 мен 1 бола алады. Ерекше жұп 1 болды. Мынау 1 мен мынау 1 бола алады. 2 болды. Мынау 1 мен мынау бола алады. 3 болды. Төртіншісі мына 2 қоссақ 4 болады. Ол да 2-нің квадратына тең. Ол 2-де ерекше жұп болады екен. Барлығы 4 болды. Енді бұл жерде ешқандай ой келмей жатса, 2 рет форды қолданып, толық бал болмаса да алуға болады екен. Сондай программаны жазудан бастайық. Сізге нелер беріледі? N сан беріледі. N тең int input. A тең list. Берілген сандарды оқимыз. Int input split. Мод бар, тағы да модты ұмытып кетпеу керек. Мод 10-ның 9 дәрежесі 9 плюс 7. Қарап жіберейік. Мод бар. 10-ның 9 дәрежесі қосылған 7 болады екен. Енді бұл жерде ең болмағанда мына жерде 2-нің дәрежелерін бір листке салып алу керек. Ол үшін генераторы қолданамыз. 2-нің дәрежелері қажет бізге. 2-нің i дәрежесі for I in range. Мыналарды натурал сан деп есептеп алдық. Сондықтан кем дегенде мына жерде 1 деген сан болады. 1-ге 1-ді қоссақ, ол жерде 1 шықпайды. Ең кемінде 2 шығады. 2 деген ол 2-нің бірінші дәрежесінен басталады. Енді соңғы мәні мына жер 20-шы дәрежесіне дейін деп тұр, мына жерде теңде тұр. Сондықтан 2 сондай сан болса, ол 2-ін қосқан кезде 2 еселеніп, 2-нің 21-шы дәрежесіне дейін болады. 2-нің 21-шы дәрежесіне дейін болады екен, бірақ мына ренждің ішіне мынау 21 кірмейді. 21 да кіру үшін плюс 1 деп жазып қоямыз. Осы жерге дейін 1 шығарып көрейік.
Şu yerge deyim bir çıkarıp göreyik. Bundan жазып koydum. Endi öşürmey koya salayın. Print dep жазып print bu. Şu yerge deyim bir çıkarıp göreyik. Ya mına жерде 2'nin derecelerini çıkarıp berdi. Mına жерге дейін түсінікті. 2, 4, 8, 16, 32, 1024. 2 milyonga дейін болып кетті. Өйткені миллионнан артық санға қосып жіберген кезде 2 миллионнан артық кетеді екен. Енді 4 миллионнан арта алмайды. Сондықтан осы жерге дейін жеткілікті болады. Мынаны өшірем енді. For чөч қажет, иә, бізге стring 0 деп қойын. For I in range and for J in range. Endi özmen özün есептеп коймау үчүн немесе bir жупты 2 рет есептеп коймау үчүн i плюс 1ден деп бастау керек. i плюс 1ден деп бастау керек. Сонда bir özmen özün немесе burun есептелген жупты кайтадан есептеп коймайды. Мисалга 1 мен 3ті есептейт. Қазір 1ді есептеген кезде 3ке келген кезде 3 пен 1ді кайта есептеп артқа кайтып кетпөө үчүн мына жерде i плюс 1ден n-ге дейін деп жазуу керек болады екен. Мына жерде де 3 пен 5ті бір жуп деп есептеп, 5ке келген кезде 5 пен 3ті тағы бір жуп деп есептеп кетуі мүмкін. Немесе мына жерде 1 мен 1ді есептеп кетуі мүмкін. 2 мен 2-ні есептеп кетуі мүмкін. 4 пен 4ті тағы да бір жуп деп өзмен өзінде есептеп кетуі мүмкін. Сондықтан i плюс 1ден бастау керек екен. If i қосылған j in деп жазам. Егер сол мына b листтің ішінде бар болса, екеуінің қосындысы 2-нің дәрежесі болса деген сөз ғой. Енді мынау сондай болса, чөчті санаушты тағы бірге сондай тағы бір жұп кездесті деп бір артырып қояды екенбіз. Print s деп жазам енді. Тексеріп көрейік. Екі дейді, мынау дұрыс болды. Мынаны да тексеріп көрейік. Мынау да дұрыс. Енді екеуі дұрыс шығып тұр. Бірақ мынаны естен шығармау керек. Мына қосқан соң оны модқа бөліп отыру керек. S% тең мод. Осыны жіберіп көрейік. Мына пай-паймен жібере салайын, жылдамырақ жұмыс істеу үшін. Тексеріп жатыр. 23-ші тест орындалып жатыр дейді. Толық шешім болған жоқ. 40 балл берді. 40 балл болса да 0 балл алғаннан жақсы. Енді өйткені мына толық шешім болмаған, түсінікті мына жерде миллион сан тұр. Оны тағы да миллионға көбейтіп жатырмыз. Бірақ біз i плюс 1ден бастадық. Ол жағдайда да n квадрат болмаған күннің өзінде n көбейтілген n минус 1 бөлінген 2 болады. Енді ол жердегі минус 1 мен бөлінген 2 ол алгоритм күрделігіне әсер етпейді. Бәрібір оның күрделігі o n квадрат болып тұр. Мына жерден тағы да мынау бар. Енді мынаның ұзындығы үлкен емес. Қанша сан? 21 ғана сан. Мына жерде ол онша әсер етпейді. Мынаны біреуін жоғалту керек. 2 рет цикл емес, 1 рет цикл болса, сонда он көбейтілген мына жерде 20-сы бар, ол константа, оның алгоритм күрделігіне онша әсер етпейді. 20 миллион амал операция өтіп кетеді екен. Енді мынаны қалай жоғалтамыз? Бұл жерде
counter қолдану керек екен, dictionary қолдану керек, немесе counter қолдану керек. Әр сан неше рет кездесті, соны санап отыруымыз керек. Сол жерге дейін жазып алайық, сосын тағы да жазу барысында қалған жерін тағы да түсіндіріп өтем. Counter қолмен жазбай қояйын, дайын библиотека тұр, сол жерден библиотекада ол функция дайын тұр, сол жерден көшіріп ала саламыз. From collections import counter. Созып жазбау үшін үлкен С деп жазсам да болады. Енді мына листтің қажеті болмайды, ол кезде бізге мына листтің қажеті болмайды. Д деп жазып қойдым, dictionary деген мағынада. Нан бір жола листке айналдырмай counter ретінде жазып ала салайық. Осы жерге дейін бір шығарып көрейік. Енді мыналар өшіріп жіберем, мыналар. Д-ны шығарып көрейін. Bir 3 рет кездесіп тұр дейді, 2 рет кездесіп тұр дейді. Counterмен санап не қажеті бар. Енді қарап, мына жерде бұл 3 рет кездесіп тұр, я? Сол бірдің көмегімен, 2 бірдің көмегімен екеуін қосып бір-біріне 2 алуға болады. Ол 2 деген 2-нің бірінші дәрежесі. Ол ерекше жұп болады екен. 3 бірден неше жұп жасауға болады? Ол комбинаторикалық формула С 3-тен 2 болады. 3-тің орнына кез келген n деген сан болады екен. С n-нен 2 деген ол С n-нен 2 дейтін болса, С мынау теру саны n-нен 2 дейтін болса, ол тең болады n көбейтілген n минус 1 бөлінген 2. Мына екеуі қатар тұрған сан n минус 1, мысалға 6 мен 5 немесе 4 пен 3 деген сияқты, олар бір жұп, бір тақ болады. Ол міндетті түрде 2-ге бөлінеді. Сондықтан қорықпай мына бүтін бөліп жібере саламыз. Формуласы сондай болады. Енді бірақ мына жерде n емес, в тұрады, бізде k value деп аламыз. Сол в тұрады екен, в-дан 2 болады екен. Мына жерге в, жерде в болады екен. Егер бірдей сандар болса, әртүрлі сандар болса, мысалға мына мысалды қарастырайық. Әртүрлі сандар болса қалай болады? Мысалға бізде сонда бірлер мына 1 мен мынау 1-ді, мына 1 мен мынау 1-ді, мына 1 мен мынау 1-ді алуға болады. 3 түрлі. С 3-тен 2 болып тұр сонда. С 3-тен 2 жұп. Ол деген 3-нен 2-ін ал деген 1-ін алмаудың неше тәсілі бар деген сөз. 3-нің ішінен 1-ін алмаудың 3 тәсілі бар, е? Енді мына 2 мен 2 ол да бірдей сан. 2-нің ішінен 2-ін алудың тағы да бір тәсілі бар. Сонымен 3 қосылған бір жауап 4 болады екен. Сондай формула қолдандық. Енді әртүрлі сандар болса қалай болады? Мына жерде 1 мен 3 бар деп айттық. 1 мен 3 бар. 1 рет кездесіп жатыр. 3 ол да 1 рет кездесіп жатыр. Тағы да 3 пен 5 бар. 3 1 рет кездесіп жатыр. 5 де 1 рет кездесіп жатыр. Сонда мына екеуінен бір жұп құрастыруға болады, мына екеуінен бір жұп құрастыруға болады. Оны қалай табамыз? 1-ді 1-ге көбейте саламыз. Мына жерде де 1-ді 1-ге көбейтеміз. Екеуінде де 1 болады, қоссақ, мына 2 деген жауап болады екен. Басқа мысал қарастырайық. Мысалға 5 сан болсын. 5 сан болсын. Бір емес, басқа сандарды алайын. 1 мен 5 болсын. 3 мен 5 болсын барлығы. Осылай болсын.
Ne istege bolat? 3 ben 3 2'nin derecesi bolmaydı. 5 ben 5'te 2'nin derecesi bolmaydı. Birak 3'ke 5'te qosup jibirсек 8 2'nin derecesi. Ya mına jerde 3 2 ret кездесip tur. Al 3 ret кездесip tur eken. Qatelesdim. Al 5 2 ret кездесip tur ya. Sonda mına жерден 6 jup jasauga bolady eken. Mına birinchi 3 ben na 5'ti. Birinchi 3 ben, ikinchi 5'ti. Ikinchi 3 ben, birinchi 5, ikinchi 3 ben, ikinchi 5, üçüncü 3 ben, birinchi 5, üçüncü 3 ben, ikinchi 5. Sonda 3 köbeytilgen 2 bola salady eken. 6 türlü yerikçi çöp jasauga bolady eken. Sol iki jagday, iki san bir-birine birday sandan yerikçi çöp jasauga bolatyn jagdayda mınday formula bolat. Al ikinci jagdayda v1 köbeytilgen v2 bolat. Men dep alatyn bolsak 2 neçe ret кездесip tur, solardy köbeytip jiberedi ekemiz. Bul jerde dagda mına 3 ben 5'ti aytyp jatarmyz ya. 5'ke kelgen kezde 5 ben 3'te qaytadan eseptep koyady. Sonduktan onda 2'ge bölük kerek eken. Birak 2'ge bölgen kezde bütün böle almayız. Misalga mına jerde qarak 3'tü 2'ge köbeyttik 6 boldu ya. Mına jerde bola beredi eken. Misalga 2 1 retten kezdesin. Bulay bolsun. 2 1 retten kezdesdi. Mına jerde 2'ge bölüp jiberetin bolsak, bütün bölüp jibersek 2 ret eseptep koyady bäribir dep. Birge köbeytet, onda ol 2'ge bütün bölgen kezde 0 bolup ketedi eken. Sosun tağı da 5 ben 3 kezdesigen kezde birge köbeytet. Ol jerde de 1 bolat, 2'ge bütün bölgen kezde 0 bolat. Sonda 0'ge qosup soňunda 0 çygyp kalady. Al jogap 1 çygyp kerek. Sonduktan mına jerde bütün bölmeydi ekemiz. Nemese mına jerde de bölmey barlygyn qosup alıp soňunda jogapty çygarar kezde 2'ge bütün bölüp jibersek bolady eken. Mına jerde de mınany 2'ge bölmesek 2 esi artyk bolat. Mına jerde de 2'ge bölmesek 2 esi artyk bolat. 2'ni qosup alıp jogabyny çygaryp jibergen kezde sonda en soňunda 2'ge bölüp jibergede bolady eken. Mına sözlükpen jürüp çygamyz endi. For KV dep jazaýyn. KV in items and the items mınanyň içine endi for I in b dep jazyp koýam. Mına sandardyň barlygyn tekserip çygyp kerek. Eger iki türlü jagdaý bolat dep aýtdyk ya. Eger mına k degen kölükçü bolup tur, sonda mına 1'ler 2'ler ya. Bir k kosulgan k. Misalga birge oksagan san bolup mümkün, birge birdi kossak. 2'nin dereceleri bolsa ya, bir kosulgan bir 2'nin derecesi bolat. Bir degen ol özü 2'nin nölünçü derecesi. Nemese 2, 4, 8 degen sandardy özüne kossak tağı da 2'nin derecesi çıga beredi. Sonday sandar bolsa ol ayga teң bolsa, mınanyň içinde bar san jartysy mınanyň içinde bar sandar bolsa, sonda 2'ni koskanda nemесе 2'ge köbeytken kezde sonda sandar bolsa, ol birdeý sandar, olardan s n'den 2 k s k'dan 2 adispen yerikçi jup kurastırууга bolat dep aýtdyk. Jogapka kosup koýamyz. V köbeytilgen v-1 bölüngen 2 bolu kerek. 2'ge soňunda böle salam dep aýtdym. Soňunda böle salamyz. Jogapty çygarar kezde. Qayta böle bermeyin, soňunda bir ret böle salamyz. Negizinde mına jerde bütün bölü 2 bolu kerek. Soňunda bir böle salam. Else onda ikinci jagdaý endi.
Екінші жағдай. Екі түрлі сан болса, бірақ қосқанда екінің дәрежесі шығатын болса, ол қалай болады? Else емес, elif деп жазуым керек еді. Өйткені кез келген сан бола бермейді. Кез келген екі санның қосындысы ерекше жұп бола бермейді. Ай азайтылған k деп жазам енді. Сонда мынаның ішіндегі екінің дәрежесіндегі саннан бізде қазіргі санды азайтқан кездегі сан мына словардың сөздіктің ішінде табылса, мына сөздіктің ішінде ин деп жазсақ, ол көп уақыт алмайды екен. Мына жерден қарайық. List болса, list қолданған кезде ин болатын болса, ол орташа жағдаймен on болады екен, күрделігі. Set болатын болса, орташа жағдайда o1 болады екен. Dict болса да орташа жағдайда o1 болады екен. Көп уақытты алмайды екен. Мына жер n квадрат болып кетпейді да, сонда мына мен жүріп жатырмыз. Мына жерде тағы тексеріп жатырмыз. Бірақ ол көп o1 болады екен орташа жағдайда. Мына жер барлығы әртүрлі сандар болған кезде де, миллион сан болса, мына жерде тағы 20-ға көбейіп жатыр. 20 миллион болды. Ол тағы да мынаған көбейіп, өте үлкен сан болып кетпейді екен. Өйткені орта жағдайда o1 болады екен. Мына санды сөздіктің ішінен ин арқылы барма жоқ па анықтауға көп уақыт кетпейді екен. Егер бар болса, сондай анс емес, с деп алып едім. Countқа тағы да қосып қоямыз. Екеуінің көбейтіндісін қосу керек. Енді сонда v көбейген болады. V бар енді бізде. Ал мына екінші i минус k неше рет кездесіп жатқанын білу үшін d i минус k деп жаза саламыз. Сол екеуінің көбейтіндісін қостық. Енді өте үлкен сан болып кетуі мүмкін деп айтылған, оны модпен алу керек деп айтылған. Мод, мына екі жерге де мод деп жаза бермей, соңында бір рет бөле саламыз. Мод деп жазып қоям. Болды, сонымен жауапты шығару керек. Жауапты шығарған кезде екіге бөлуді ұмытпау керек. Мына жерде не үшін мына жерде екі формула бойынша бөлу 2 бар. Ал мына жерде 3 пен 5-ті, сосын 5 пен 3-ті 2 рет санап қойдық. Сондықтан мына жерде де 2-ге бөлу керек еді. 2 рет саналды. Мына жерде 2 есе үлкен, екеуін қосқан кезде жұп сан шығатын анық. Жұп сан 2-ге бүтін бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді. Сондықтан қорқпай 2-ге бүтін бөле салады екенбіз. Тексеріп көрейік. Төрт болды, дұрыс. Мынаны да көрейік. Екі болды. Мына да дұрыс. Тексеруге жібереміз енді. Атаслатты басуым керек еді. D есебі. Атаслайды. Полное решение 100 балл дейді. Python'ның өзімен өте ме екен? Тексеріп жатыр. Python'ның өзімен өтпей қалды. Егер мына миллион санды оқуға қиналып үлгермей өтпей жатқан болса, from sys import std деп жазып көрейік.
baribir 75 bal boldu mына жерде. Сондай Python'ның өзімен өтпей қалған жағдайда PyPy 3 пен немесе PyPy 3.64 пен жіберіп керу керек екен. Соны ұмытпау керек. Мына 75 бал мен 100 балдың айырмашылығы үлкен. Енді мына жерде соңында 2-ге бөлу, соңында 2-ге бөлуді егер ондай ой келмейтін болса, мына жерде не істейміз? Мына жерде бөлгенде бүтін бөлмейміз, 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлеміз. Мына жерде 2-ге бөліп қойдық. Бірақ мынау бүтін сан болғанмен, мынау бүтін сан емес, флотқа айналып кетеді. Қазір көрейік. Флотқа айналып кетеді екен. Екі нүкте 0 болып қалды. Сондықтан мынаны интке айналдыру керек. Осылай да жіберіп көрейік. Енді мынаны қоспай-ақ қояйын. PyPy мен жібере саламыз. Полное решение 100 балл дейді. Бұлай да болады екен. Сау болыңыздар. Бүгінге сол, қалған мына есебін келесі сабақта шығарамыз. Сау болыңыздар.